Мүсірәлі Аружан, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің 3-ші курс студенті, болашақ агроном. Мамандығына деген қызығушылығын бірден аңғаруға болады, себебі білім ордасында жүріп ауқымды жобаларға қатысып, үздіктер қатарынан көрініп жүр. Бос уақытында дәрілік өсімдіктерді зерттеп, қоғамдық іс-шараларға қатысқанды жақсы көреді. Аружан, сәлем. Алдымен өзіңмен жақынырақ танысып алсақ. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің 3-ші курс студентімін, болашақ агроном. Осы Қызылорда облысында дүниеге келгенмін. Осы уақытқа дейін 20-дан аса жобаға қатыстым. Оның ішінде осы халықаралық деңгейде, республикалық деңгейде қатысқан жобаларым бар. Соның ішіндегі ең ірісі, шоқтығы биігі осы Қазақстан Республикасы үздік студенттер, яғни 100 үздік студентке қатысқан жоба болатын. Көріп тұрғандарыңыздай мына медаль. Содан кейін уақытта өткен тмд мемлекеттері арасындағы, яғни тәуелсіздіктің 30 жылдығына қарай өткен жоба бар. Сол екінші медаль сол жобадан алынған. Қазіргі таңда, яғни үй жағдайында цитрусты өсімдіктер өсіру жайында жобам бар. Үйдің, яғни біздің температурада ананас, лимон сынды өсімдіктер өсіріп жатырмын. Сол егер де жақсы өнім беретін болса, жақында сол туралы жоба шығармақшымын. Білетіндеріңіздей, ананас, лимон сынды өсімдіктер біздің климатымызда өспейді, өте ыстық жерде өседі. Оның егер де солар жақсы өнім беретін болса, бір жаңалық болмақшы. Негізінен ананас алатын болса, ол оңтүстік Африка жерінде өседі. Ол жақтың климаты мен біздің климат өте екі түрлі. Біздің климат ыстық болған күннің өзінде ылғал жетіспейді, ал оңтүстік Африка жерінде климат ыстық, бірақ ылғалды болып келеді. Яғни ананастың өсуіне өте қолайлы. Енді өзіңнің алдыға қойған жоспарларыңа тоқтала кетсек. Алға қойған жоспарлар өте көп. Соның ішінде агробиологиялық орталықта өсетін дәрілік шөптер жайында бір жоба қорғамақшымын. Яғни ол жерде өзінен өзі өскен дәрілік шөптер өте көп, бірақ ешқайсысы да зерттелмеген. Соларға жеке-жеке тоқталсам дейді. Орталықта қызылмия өсіп тұр. Қызылмия деген өте пайдалы өсімдік болып табылады. Яғни осы пандемия жағдайында тұмауға, өкпе ауруларына қарсы өте құнды дәрі жасауға болады. Соны өңдеу арқылы. Сол жұмыстар жүргізгім келеді, зерттегім келеді. Университет тарапынан көптеген мүмкіндіктер қарастырылған. Дәл осы біздің мамандыққа сәйкес агробиологиялық орталық қолдануға берілді. Яғни студенттерге өткен лекция бойынша практикалық сабақтар жүргізуге көптеген мүмкіндіктер қарастырылған. Сонымен қатар агробиологиялық орталықта жылыжай орналастырған. Жылыжайда, яғни кез келген өсімдікті өсіріп, өнім алуға болады. Аружан, бүгінгі сұхбатыңа көп рахмет. Алдағы уақытта сәттілік тілеймін. Жобаларың көп болсын. Тек қана алға. Жақсы, рахмет сіздерге.